Ку Хэ Сон оңтүстік кореялық актриса, әнші, ән авторы, режиссер және суретші. Таза жүрек, періште көздер, патша және мен, қан, капитан және жігіттің сарбаздары дорамалары арқылы танымал актрисаның мен бүгін табысы, байлығы, мансабы және жеке өмірі туралы ақпарат айтатын болам. Бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Актриса 1984 жылы 9 қарашада Сеулде дүниеге келген, бойы 163 см, отбасында ата-анасы, ағасы және әпкесі бар. Ән айтқанды және сурет салғанды жақсы көреді. Пианино мен гитарада ойнай алады. Сеул университетінің радио және телевидение факультетін бітірген. Ол ең алғаш рет шоу-бизнеске әнші ретінде келген. Және белді компания YG Entertainment'та Сандара Пакпен және Пак Боуммен 3 қыздан құралатын топта дебют жасауы керек болған. Бірақ компания директоры Ян Хэн Сук оның актриса ретінде көрсетуді шешкен. Осылайша актриса кино индустриядағы мансабын кішігірім рөлдермен бастайды. Ол 2006 жылы Таза жүрек дорамасына түсіп, осы дорамадағы рөл үшін ең үздік жаңа актриса марапатын жеңіп алады. Осыдан кейін актриса нақты осы салада жұмыс істегісі келген. Ал 2009 жылы әлемге танытқан табысты дорама Жігіттің сарбаздар дорамасына басты рөлге алынады. Дәл осы дорамада қайсар, ақылды, қылықты қыздың рөлін өте жақсы сомдап шыққан актрисаны бүкіл әлем тани бастайды. Және осы дорамадағы рөлі үшін үздік актриса, үздік жұп сияқты көптеген марапаттарды жеңіп алады. Және актриса музыкалық өнерінде қолға алып, дәл осы жылы Дем деп аталатын музыкалық альбомын шығарады. Осы альбомдағы барлық әндерін актриса өзі жазады. Және ол осы жылы режиссер ретінде де дебют жасап, Мадонна атты фильмін түсіреді. Және де дәл осы жылы Танго атты кітабын шығарады. Кітап 30 000 тиражбен сатылады. Ал 2010 жылы сценарийін өзі жазған тағы да бір фильм түсіреді. Ал 2011 жылы өзінің жұмыстарын реттеп отыратын өзінің жеке компаниясын құрады. Актриса өте өнерлі және жан-жақты болған. Актрисаның сұхбаттарында осыншама көп жұмыстан шаршамайсыз ба деп сұрағанда, ол бұл істердің барлығы мені жан дүниемді бақытты қылады деп жауап берген. Актриса осыншама көп жұмыстардан да көп пайда табатыны анық. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, актрисаның табысы 2 миллион ақш долларын құраған. Бірақ актриса қазіргі таңда кино индустриядан алыстаған. Ең соңғы рет 2017 жылы дорамаға түскен. Ал актрисаның жеке өміріне келетін болсақ, 2016 жылы Қан дорамасындағы әріптесі Ан Же Хёнға тұрмысқа шыққан. Актер мен актрисаның махаббаты ел аузында болады. Дегенменен актриса 2019 жылы өзінің Instagram желісінде ажырасу туралы ақпарат шығарып, жанкүйерлерін таңғалдырады. Актриса мен актердің ажырасуы үлкен скандалға апарып соқтырады. Актриса өзінің тағы бір жазбасында күйеуінен ажырасқысы келмейтіндігін, ал күйеуі ажырасқысы келетіндігін туралы ақпараттар шығарады. Тіптен ол күйеуін дорамада бірге түсіп жатқан актрисаның көзіме шөп салды деп те айыптайды. Тіптен осы үлкен даулы скандалдың кесірінен актрисаның анасы ауырып қалады. Тіптен актриса өзінің күйеуімен сөйлескен жазбаларында әлеуметтік желіге сала бастайды. Ал актрисаның әрбір жазған жазбасы жанкүйерлердің ашуын тудырып, тіпті көптеген жаман пікірлер ала бастайды. Ал актрисаның күйеуі актрисаның қазір психологиясы дұрыс емес екендігін, стресстен ем алып жүргендігін айтып, сонымен қатар өзіне көптеген жала жауып жатқандығын айтып, сотқа шағым түсіреді. Осындай ұзақ даудан кейін 2020 жылы екі жақ келісіммен заңды түрде ажырасады. Осыдан кейін актер мен актриса да шоу-бизнестен біраз уақытқа дейін қол үзеді. Кейін актриса әлеуметтік желіде өзінің бұрынғы күйеуін кешіргендігін, ал қазіргі таңда сүйіктісі бар екендігін, бақытты екендігін айтып жазба қалдырады. Осыдан кейін актриса мүлдем дорамаларға түспеген. Тіптен оның актрисалықтан өнерде мүлдем кетеді деген ақпараттар да шыға бастаған. Бірақ қазіргі таңда кішігірім бағдарламалар мен кештерге қатысып жүр. Тіптен кейбір сұхбаттарында музыкалық альбомдарын және кітаптарын жақын арада жарыққа шығаратындығын айтқан. Мүмкін тіпті дорамалар мен фильмдерден де көріп қалармыз. Мінекей достар, сүйікті актрисаларыңыз туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.